Бірінші есеп бізде өрнектің мәні табында бірінші жақшаны орындаймыз. Жақшаның ішінен шыққан санды жақшаның сыртына, жақшаның ішінде шыққан санды жақшаның сыртында тұрған санға көбейтеміз. Бірінші амал бізде 3,5-тен 1-ті азайтамыз 1,3-тен 2-ге. 3-тен 1-ді азайтсақ 2, 3 пен 5-тің ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі болады, себебі екеуі де жай сан. 15-ті 5-ге бөлем 3, 15-ті 3-ге бөлем 5. Енді 3 азайту 10. Қараймыз, мына жерде 3-тен 10-ды азайта алмаймыз. Онда бұлай шығармаймыз. Назад өшіреміз. Енді мына 3,5-ді 1-ге кемітеміз. 3-тен 1-ді азайтамыз 2 болады. Бөлімдегі санды алымына қосамыз. Онда алымы 6-ға тең болады. Бөлімі өзгермейді. Азайту 1,3-тен 2. Енді бүтіннен бүтінді азайтамыз. 2-ден 1-ді азайтсақ 1. Бөліміне ортақ бөлім береміз. 5 пен 3-тің ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі. 15-ті 5-ге бөлем 3, 15-ті 3-ге бөлем 5 шығады. Енді 18 азайту 10. Тең бізде 1,15-тен 8 шығады. Енді екінші амал бізде 1,15-тен 8-ді көбейтеміз 15-ге. Аралас санды біз көбейте алмаймыз. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 15-ті 1-ге көбейтіп 8-ді қоссақ, бізге 23 шығады. Көбейту 15. Кез келген санның астына 1 бар деп есептейміз. Қысқартамыз 15 пен 15-ті 1. Онда шығады бізде 23. Бірінші есептің жауабы бізде 23 болады екен. Екінші есеп. Бірінші амал, жақшаны орындаймыз. Екінші бөлеміз. 2,7-ден 3 қосылған 1,2-ден 1 бөлінген. Бірінші қосуды орындап алайын жақшаны. 2-ге 1-ді қосамыз 3. 7 мен 2-ның ортақ бөлімі 14. 14-ті 7-ге бөлсек 2, 14-ті 2-ге бөлсек 7. 6 болады. 6-ға қосамыз 7-ні, ол бізде 3,14-тен 13-ті береді. Енді біз жақшаны орындадық. Енді жақшаның ішінен шыққан санды жақшаның сыртында тұрған санға бөлеміз. Бөлу 7-ден 5. Аралас санды бөле алмаймыз. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 14-ті 3-ге көбейтсек 42, оған 13-ті қоссақ 55 шығады. Көбейтуге айналдырамыз. Екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз. 5-те 7 болады. Енді қысқартамыз. 14 пен 7 7-ге қысқарады. 14-ге 2, 7-ге 1 болады. 55 пен 5-ті қысқартамыз. 5-ге қысқартамыз. 5-ге қысқарту дегеніміз екеуін де 5-ге бөлу деген сөз. 55-ті 5-ге бөлсек 15 шығады. Онда 11-ден 2 ол бізде 5,2-ден 1-ді береді. Бұл бізде екінші есептің жауабы. Енді үшінші есепті шығарамыз. Бірінші жақшаны орындаймыз. Бірінші амал. Екінші амал. Бірінші амал 5,5-тен 2-ге қосамыз 9,6-дан 1-ді. 14,6 мен 5-дің ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі болады. 30-ды 5-ге бөлсек 6, 30-ды 6-ға бөлсек 5 шығады. 5-ті 6-на 2-ге бөлсек 12, қосамыз 5-ті. 14,30-дан 17. Енді жақшаның ішінен шыққан санды жақшаның сыртында тұрған санға бөлеміз. 17 бөлінген 9,45-тен 32 шығады. Одан шығады бізде 30-ді 14-ге бөлсек 420, оған 17-ні қоссақ 437 болады. Көбейтуге айналдырамыз. Екінші бөліктің орнын ауыстырамыз. 45 болады. 45-ті 9-ға көбейтіп, 32-ні қосқанда бізде 437 шығады екен. Енді 45 пен 30-ды 15-ге қысқартамыз. 3 болады, 30-да 2 болады. 437 мен 437 қысқарады. Онда бізден шығады 3 бөлінген 2. Ол бізде 1,2-ден 1-ді береді. Бұл бізде үшінші есептің жауабы. Енді бізде екінші есеп 539 есепке қараймыз. Берілген 3,7-ден 1 және 2,3-ден 1 сандарының қосындысымен
қосындысымен 3,7-2 санының бөліндісі дейді. Онда жазамыз 3,7-1 қосамыз 2,3-1-ді. Бөліндісі ол бізде 3,7-2 шығады. Бірінші амал бізде жақшаны орындаймыз. 3,7-1-ге қосамыз 2,3-1-ді. Бүтінге бүтінді қосамыз 5. 3 мен 7-нің ортақ бөлімі 21. 3 болады, 7 болады. 3-ге қосамын 7-ні, 5,21-ден 10 шығады. Енді жақшаның ішінен шыққан санды жақшаның сыртында тұрған санға бөлеміз. 5,21-ден 10 бөлеміз 3,7-ден 2-ге. Одан шығады 21. 21-ді 5-ге бөлсек 105, 105-ге 10-ды қоссақ 115 шығады. Бөлу 7, 21, 23 болады. Енді бірінші бөліктің өзін жазамыз. Көбейтуге айналдырып, екінші бөліктің орнын ауыстырамыз. 7-де 23 болады. Енді 7 мен 21-ді 7-ге қысқартамыз. 1-де 3, 115 мен 23-ті 23-ге қысқартамыз. 1, ол жерде 5 болады. Одан шығады бізде 5 бөлінген 3, ол бізде 1,3-ден 2. Екінші есеп бізде 3,13-ден 1 саны және 9-да 2 мен 1,4-ден 5 сандардың қосындысының көбейтіндісі болатын мөлшерді құрастырыңдар дейді. Онда 3,13-ден 1 саны және қосындысының көбейтіндісі дейді. Онда мына жерде көбейту болады. 9 пен 2 қосылған 1,5-ден 4 сандарының қосындысы. Бірінші біз жақшаны орындаймыз. 9-дан 2 қосылған 1,5-ден 4-ге қосамыз. 1,45 болады ортақ бөлім. 5 және 9. 10, 10-ға 36-ны қоссақ 46 болады екен. Ол бізде 2,45-ден 1-ді береді. Екінші амал бізде жақшаның алдында тұрған санды жақшаның ішінен шыққан санға көбейту. 3,13-ден 1 көбейтеміз 2,45-ден 1. 13,13-ті 3-ге көбейтіп 1-ді қосса, ол бізде 40-ты береді. Көбейту 45-ден 90-91. Қысқартамыз. 45-ден 40-ты 5-ге 9 болады, 8 болады. 13 пен 91-ді 13-ге қысқартамыз, 1, 7 болады. Одан шығады менде 56,56 бөлінген 9. Ол бізде 6,9-дан 2. Онда біздің екінші есептің жауабы 6,9-дан 2 шығады екен. Келесі есеп бізде 540 берілгені есептің. Енді бірінші амал 1, 2, 3, сосын 4, 5 дейміз. Енді бірінші амал деп шығарамыз. Есептің берілгенін жазбаймын. Есептің берілгені мына жерде тұр. 10-нан 9 көбейтілген 27-ден 20. Енді 2 жай бөлшекті көбейтеміз. Қысқартамыз. Мынаған 2 болады, 1 болады. 9 мен 27 9-а қысқарады, 1. Онда 2 бөлінген 3 шығады. Екінші амал бізде 16-дан 5-ті бөлеміз 24-де 10-ға. Бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Көбейтуге айналдырып, екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз. Осы жерде қысқартамыз. 1 болады, 2 болады. 16 мен 24-ті 8-ге қысқартамыз, 2 болады, 3 болады. Онда 3 бөлінген 4 шығады екен. Үшінші амал бізде 9-дан 5-ті көбейтеміз. Мына жерде араласам берілген екен. 1-ден бұрыс бөлшек түрінде жазамын. 20-ны 1-ге көбейтсеміз 20, оған 7-ні қоссам 27 шығады екен. Енді қысқартамын. 5 пен 25-ге қысқарады, 1 болып 4 болады. 9 пен 27 9-ға қысқарады, 1 болады, 3 болады. Онда менен 3 бөлінген 4 шығады екен. Төртінші амал менде бірінші амал мен екінші амалдың қосындысы дейді. 3-тен 2-ге қосамын, 4-тен 3-ті. 12 болады. 12-ге 12-ні 3-ге бөлсем 4, 12-ні 4-ге бөлсем 3. Одан 8 қосылған 9, ол бізге 12-ден 10 жетті. Бесінші амал бізде
12'den 17'ge azaytamın 4'ten 3'tü. Mына жерде араласаң айналдырған жоқпын, соңында айналдыра салам. Есеп аяқталғанда. Енді ортақ бөлім 12'нің өзі болады. 12'ге 1 және 12'ні 4'ке бөлсем 3 болады. 17 азайту 9. Ол бізде 12'ден 12'ден нешені береді? 8'ді береді. Ол бізде екеуі қысқарады, 4'ке 3'тен 2. Онда бірінші есептің жауабы бізде 3'тен 2 шығады екен. Екіншісін шығарамыз. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал. 4, 5. Енді бірінші амал бізде 70'тен 69 көбейтілген 23'тен 7. Көбейту кезінде жай бөлшектер қысқарады. Қысқармасы алыммен алымын, бөлімін көбейте саламыз. 7 мен 70'ті қысқартамыз, 1, 10 болады. 69 пен 23'ке қысқарады, 1. Мына жерде 3 болады. Онда бізден 3 бөлінген 10 шығады екен. Екінші амал бізде 25'те 4 бөлу 5'тен 4. 25'те 4 көбейтілген екінші бөлшектің орнын ауыстырам, 4 пен 5. 4'тен 5 қысқартам, 4 пен 4 қысқарып еді, 25 пен 5 5'ке қысқарады, 1, мына жерде 5 болады. Одан шығады 5'тен 1. Үшінші амал бізде 5'тен 3'ті көбейтеміз, 36'дан 25'ке. 25 пен 5 5'ке қысқарады, 5 болады, мына жерде 1 болады. 36 мен 3 дегеніміз 3'ке қысқарып, мына жерде 12 шығады. Онда 12'ден 5 шығады екен. Төртінші амал бізде бірінші амал мен екінші амалдың екеуінің айырымы екен. 10'нан 3'тен азайтамын, 5'тен 2'ні. 5'тен 1. Ортақ бөлім 10 болады, 1 болады және 2 болады. Онда 3'тен азайтам 2'ні, ол бізде 10'нан 1'ді береді. Енді 5-ші амал менде 10'нан 1'ді қосамын. Мына жерде екеуінің көбейтіндісі бізде 12'ден 5'ті берді. Ортақ бөлім екеуінікі 60 болады. 60'ты 5'ке 10'ға бөлсем 6, мына жерде 5'ті береді. Енді 6'ға 25'ті қоссам, менде 31 шығады. Бұл есептің жауабы бізде 60'да 31'ді береді екен. Және үшінші амал 4, 5. Енді 169'да 120 бөлінген, көбейтілген 60'да 13. Тура осындай есеп. Алдыңғы есеп берсек, бұл жерде тек қана 3 таңбалық сандар екен. 120 мен 60'қа қысқартамыз, 1, мына жерде 2 болады. 169 бен 13'ті 13'ке қысқартамыз. Мына жерде 1'ден береміз, 3'тен береміз. Одан шығады біз 2 бөлінген 13. Екінші амал бізде 243'те 200 бөлінген 81'де 100 екен. Бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Көбейтуге айналдырып, екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз. Енді 200 бен 100'ді қысқартам, 100'ге мына жерде 1 болады, 200'де 2 болады. 243 пен 81'ді 81'ге қысқартам, мына жерде 3 болады. Одан шығады бізде 2 бөлінген 3. Үшінші есеп бізде 13'те 1 көбейтілген 10. Кез келген санның астында бір деп есептейміз. Қысқара ма? Қысқармайды. Онда алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтем. 13. Төртінші есеп бізде бірінші амалдан шыққан санды екіншісіне нестен қосамын. 13'те 2'ге қосамын, 3'тен 2'ні. 39 болады, 39'ды 3'ке бөлем, 13'ке бөлем 3 болады, 39'ды 3'ке бөлсем 13 шығады. 6'ға қосамын 26'ны, ол бізде 39'да 32 шығады екен. 5-ші амал бізде 39'да 32
азайтылған 13-10. Ортақ бөлім 39-ның өзі болады, 1 болады. Мына жерде 3 болады. Енді 32-ден 30-ды азайтамыз. Бұл бізде 2-ні береді екен. Онда біздің типің жауабы 39-да 2 шығады екен.